Аманбай атаның қамшысының біздің әулетімізге келу тарихы Бейнеуде Сыңғырлаудың бойында Омар Тұр кесенесі бар. Аталарымыздан тараған ұрпақтарымыз. Атап айтар болсақ, Тұр атамыздың немересінің үйінде осы Аманбай атамыздың қамшысы сақтаулы тұр. Бұл қамшының келу тарихы Тұр атамыздың жұбайы Торыш енемізге Аманбай атамыз үйінен дәм ауыз тиіп, үйінің босағасына іліп кеткен екен. Сонда енемізге айтып кеткен екен: қыс баласы тоңбайды, жаз баласы оңбайды, Мақтарал деген жерге қоныс аударасын деп. Қазіргі таңда осы қамшы Түркістан облысы Мақтарал ауданы Мырзакент кентінде Тұр атамыздың тікелей немересі Тутанов Михаил атамыздың үйінде сақтаулы тұр, қара шаңырағында. Аллаға шүкір, атамыз 85 жаста, еліне елеулі, халқына қалаулы қызмет жасаған кісі. Қазіргі таңда осы шаңырақ, қамшы тұрған шаңырақта өмір сүріп жатыр. Біз өзіміз Тобыш руынан тараған Шоңай деген елміз. Шоңайдың ішінде Бөгенбаймыз, Бөгенбайдың ішінде Сасықпыз. Қазіргі таңда Мақтарал ауданында осы қамшы сақтаулы тұр.